Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы өзіміздің ана тіліміз, мемлекеттік тіл, қазақ тілі туралы болады. Осы жақын арада біраз бейнелер салдым мен арнама. Неше түрлі дүкендерге, мекемелерге барып, мемлекеттің тілдің мүшкіл халін сіздерге көрсеттік. Менің бірінші арнам Асыл Дәркембайұлы деген арнам бұғатталып тұр қазір. Өкінішке қарай бір 14 күн, 2 аптадай уақыт мерзімінде ол каналыма мен бейне видео материалдар жүктеп сала алмаймын. Осы арнаны ашып отырмын. Тіл жанашырлары, ұлт жанашырлары осы арнаға тіркелулеріңізге болады. Осы арнада видеоларыммен бөлісемін. Қазіргі уақытта TikTok әлеуметтік желісінде бір арна аштық. Сол каналға, аккаунтқа видеолар жүктеп салып жатырмын. Осы 2-3 күннің ішінде 10 мыңға жуық тіркелуші жазылды. Адамдар тіркеліп, видеоларды қарап жатыр. Көрілім санында, қаралым санында жаман емес екен TikTok әлеуметтік желісінде. Мен айтайын дегенім, қазақ тілінің мәселесі бойынша Импаст Промо деген Алматы қаласындағы Сейфуллин және Мәметов көшелерінің қиылысында орналасқан дүкенге бардық. Дүкеннің ішінде болмайды. Дүкеннің ішінде көрнекі ақпараттың бәрі түркше жазылған. Түркше. Мемлекеттік тілде ақпарат жоқ. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде ішіне тұтынушы ретіне кірдім. Ішінде не жоқ? Ақпарат жоқ. Бізбен бірге Диас бауырымыз, Әділжан бауырымыз, Роза апай, Гүлмәрия апайымыз бірге болды. Біз 5 адам боп смартфонға бейне камерасын қосып, сол дүкеннің заң бұзушылықтарын видеоға түсірген болатынбыз. Өкінішке қарай сол дүкеннің әкімшілігі бізбен сөйлескісі келмей. Кешіріңіздер, сұрақ қойсақ бола ма? Кімге сұрақ қойсақ болады? Олардың адаммен сөйлеспейді ғой. Тұтынушымен сөйлесу дегенді білмейді ғой. Бастық кім мұнда? Кім сөйлесе алады бізбен? Жардаш, бастық кім? Кім сөйлеседі, кім? Кім сөйлесе алады бізбен деймін? Біз кейіннен полиция шақырып арыздандық. Дүкеннің әкімшілігі, администрациясы бар, жаңағы сатушылары бар, кассирлары бар, өзімізге тап беріп, жаңағы дау шығарды сол жерде. Ол туралы видео материалдар жариялаған болатынбыз. Мен айтайын деген, қарапайым тұтынушы сондай дүкендерге барса, олардың құқықтарын шектеп, қазақ тілінде қызмет көрсетілмейді, қазақ тілінде баға көрсеткіштері, жаңағы көрнекі ақпарат болмайды. Себебі біз белсенді азаматтардың өзіне жаңағы қарсылық көрсетіп, дүкенге кіргізбей, ұлтаралық алауыздықты тудырып отыр сол дүкеннің әкімшілігі. Ендігі мәселе, біздің биліктегі шенеуніктер мемлекеттік тілді меңгермей, біз алысқа бармаймыз. Оған мысал ретінде қорғаныс министрін айта аламын. Мен бәрі қазақпын ғой. Неге сұхбат бермейсіз сонда? Вы знаете, посмотрите, наш первый президент Елбасы говорил так: когда собирается 100 казахов и среди них один не казахоязычный, мы переходим на русский язык для того, чтобы чьи-то чувства не оскорбить. Поэтому, когда мы с вами будем один на один разговаривать, қазақша сөйлейік, жарай ма? Бұл министр қай елдің мүддесін қорғап жүр, қай елді қорғайын деп жүр. Егер өз мемлекеттік тілін білмесе, демек әнұранның сөздерін де білмейді ғой бұл адам. Әнұранды білмеген адам патриот емес. Патриот емес адам қорғаныс министрі болмау керек деп топшылаймыз. Ендігі мәселе, одан да бөлек, Атакент Молл сияқты сауда орталықтарына Диас пен Әділжан барған болатын. Ол жерде де сатушылар шовинизм көрсетіп, орыстардың кафесі, русская кафе деген сияқты сөздер айтқан болатын. Сол бойынша құзырлы органдарға шағымданды. Енді нәтижесін қазір күтеміз. Құзырлы органдар жұмыс істемей жатыр, себебі Импаст Промо бойынша осыдан 1 жыл бұрын Садық деген белсенді бауырымыз барып
ескерту жасап кеткен болатын әкімшілігіне. Оның алдында да бір Нұрлан деген ағамыз прокуратураға хат жазып, осы бойынша арызданған болатын, бірақ өкінішке қарай ешқандай шара қолданылмады. Кейін жаңағы дүкеннің әкімшілігі Түркияның азаматтарымен мен былай видеоға түсірмей, былай оңаша сөйлескен кезде оларға айтып түсіндірдім. Сіздер, мысалға, мен барып Түркиядан дүкен ашатын болсам, мен түркше жазбай қойсам, сол жерде жаңағы сіздерде құзырлы органдарды шақырып үстімнен арызданасыздар ғой. Сол сияқты мен де өзімнің құқығымды талап етіп жатырмын. Мемлекеттік тілде ақпарат болу керек деп айтып түсіндірдік. Қорытындылай келе айтатыным, біздің Қазақстанда тіл мәселесі шешілмей, біздің мемлекет алға баспайды. Көптеген шенеуніктеріміз мемлекеттік тілді білмейді. Қай елдің билігі бұл, қай елге қызмет етіп жүр. Егер қазақ тілін білмесе, қазақи рух болмайды ғой адамда. Біз өзіміздің құл болғанымызды, колония болғанымызды мойындауымыз керек деп жаңағы Омар Жәлел ағамыз айтып жатыр ғой. Сол кісімен толықтай келсем, әлі де сол құлдық санадан біз шыға алмай жүрміз. Оны жаңағы мен әлеуметтік желідегі өзіміздің қазекеңдердің жазған комментарийларынан, пікірлерінен байқап жүрмін. Бүгінге видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.